Баршаларыңызға қайырлы күн. Сіздерге үй жағдайында оңай дайындалатын сгущенканы көрсетемін. Сүтімізді құйып, оттың астын қосамыз. Оған қан қосып, жақсылап қантты ерігенше араластырамыз. Сүтіміз қайнаған соң, оттың астын орташа қойып, 2-3 минут өткен сайын араластыруды тоқтатпаймыз. Барлығына 40 минут шамасында кетеді. Сүтіміз түсін өзгерте бастайды. Осылай қоңырланып кішкене қоюлану бастағанда, отымызды өшіріп, ыдысымызға құйып аламыз. Суығанда сгущенкамыз қою болады. Астарыңыз дәмді болсын.